Йоу, қалайсыңдар достар? Сіздермен бүгін мен Super Bear Adventure'дың 3-ші сериясын түсіретін боламын. Көптен бері мен Super Bear ойнамай қойдым. Сондықтан бүгін 3-ші серия болады. Біз пустыняға бармай тұрып, мынау 2-ші серияда бүкілін ашқан аюлар бойынша бір күшті подземный городқа баратын боламыз. Қазір өздеріңіздер көресіздер. Ол жерде лабиринт бүткілі бар. Біз 2-ші серияда мен әр серияда күшті нәрселерді аша беретін боламын. До конца ең соңына шейін. Мына жер енді ашылынбаған. Сондықтан қайттан шығып, қайттан кірсек, сол жерге ол ашылынады 100%. Кетті. Сол жер ашылу керек бірақ. Өткен біз бүкіл 8 аюларды аштық. Кетті, қайттан көреміз. Ашылу керек ол жер. Ашылынбаса не норма? Ашылынбайды, достар. Жарайды, шығамыз да пустыняға баратын боламыз. Біздің пустынямыз мына жерде. Кетті. Бимотепская пустыня. Ұшамыз. Иху, кетті. Мәне келдік пустыняға. Бірінші ақшаларды жинап, неше 25 теңге жинау керек. Ең біріншіден біз ана жердегі оңайын бастайтын боламыз. Бірінші біз оңай аюлардан бастайтын боламыз. Бүкіл маған жабылып отыр, достар. Көмек. Сіздер тек қана 2-ақ бала жазады екен. Бірақ тағы да жазсаңдар сіздерде. Көріп жатсыздар ма? Бір идея бар ма? Соларды қосыңыз. Мен солардың любойын істеймін. Бір кезде қамал сұрады, қамалды істедім Майнкрафтта. Бір кезде магазин сұрады, магазинді де істейтін болам. Солай идеяларды құрап жазыңыздар. Бір қызық нәрсе түсіріп жатса, сіздерге қызық немесе ұнамайтын болса, тогда идея құраңыздар, сосын ұнайтын болады. Кім ең күшті идея құрайды, соған мен бір ойыннан подарка беретін болам. Или ютубтан подарка беретін болам. Қача солай таратам мен. Бұл комментарий жазыңыздар. Күшті идея құраңыздар. Әйтпесе подаркаңызды алмайсыздар. Сыйлық, ең күшті сыйлық. Мынау жаңа жыл бойынша. Кім жаңа жылды тойлайды, соған беремін. Кім ең күшті комментарий жазған, ең күшті идея құраған, соған подарка. Сосын адрестарында айтыңдар. 10 шақты компьютер беремін. Жаңа жыл бойынша. 31-інде мен қызық бір видео түсіретін болам. Почти ешкім түсірмеген енді.
бір қызық видео түсіретін боламын 31-інде. Енді сол қызық видеоны күтіп отырмай, лайк басып, арнаға тіркеліп, комментарияны аямай жазып, солай сол видео тез басталатын болады. Ол енді эфир емес, обычный обычный видео. Сондықтан да лайк басып, комментария жазып, арнаға тіркеліңіздер. Мен сіздердің комментарияларыңды көп оқимын. Қандай комментария болмасын, маған ұнамаса да оқимын. Сіздер маған көп комментария жазасыздар. Тек қана 3 адам жазған. 3 адам жазған. Біреуі көп жазады. Соған да рахмет. Менің каналымда уже почти бүкілі 1000. Просмотр 1000. Бірақ енді бізге просмотр емес, подписки керек. Подписки. Солай арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарияны аямаңыздар. Сосын лайкты да аямаңыздар. Мен дәл сол 31-інде кино құрайтын боламын. Жақсы кино болады ол. Сол киноны күтсеңіздер, солай лайк басып, комментария жазыңыздар. Сол кинода қандай қызықтар болсын. Өздеріңізбен, менімен бірге өздеріңіздің керек нәрселеріңізде бөлісіңіз бізбен бірге. Комментарияны жаза беріңіздер. Сіздерді білем, қолдайсыңдар. Еще тіркелесіздер. Идеялар құрайсыздар. Солар маған қатты ұнады. Тағы да кімде идея бар, сол айта берсін. Комментария дәл астында. Сояққа кіріп, идеяларды жазыңыздар. Кино бойынша, немесе мен түсірген видео бойынша, солай комментарияны жаза беріңіздер. Кім ең күшті комментария жазады, соған подарка. Енді подарка, құпия подарка. Құпия сыйлық. О жерде 10 шақты компит болады, сосын тағы да басқалар болады. Бірақ мен оларды айтпаймын. Бірінші ең күшті комментария жазып, ең алыс емес, жақын нелерді жазып, аталайды. Өздеріңіздер қаяқта тұрасыздар, соны жазыңыздар. Қазір мен мынау босты өлтіретін. Достар, қараңыздар, біз мынау феникті бітірдік. Енді қазір біз мынау аюды ашатын боламыз. Аштық, енді кеттік ал, шығамыз. Қашамыз сразу. Достар, қалай айтсам, пока.